Армысыздар, қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай сіздердің? Менің көңіл күйім 10. 1 сәуір Авиценнаның өмірбаянына қысқаша түрде тоқталып кетейін. Батыс елдерінде Авиценна атымен белгілі ғалым, пәлсапашы, астроном, толық аты қазір менің жадым дұрыс жұмыс жасаса айтып өтейін. Әбу Әли Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина. Ол өзінің артына зор шығармашылық еңбектер қалдырып кеткен. Ертедегі деректерге сүйенсек, 456 еңбектер жазып, біздің заманымызға дейін тек қана 240 кітабы ғана жеткен. Ол поэзиялар мен философиядан басталып, геология мен астрономиядан аяқталады. Ол еңбектер білімнің барлық салаларына арналған. Үлкен атаққа Авиценна фармацевт, ғалым, дәрігер ретінде ие болған. Ол бар болған 57 жыл ғана өмір сүріп, 980-1037 жылдар аралығында. Оның өмірі мен дарыны туралы әлі күнге дейін аңызға айналуда. Дене шынықтыру жаттығуларымен шұғылдансаң, дәрігерлерге пысқырып та қарамайсың. Авиценнадан ой азық.